менің ойымша ең алдымен кешегі Тоқаевтың жолдауда айтқан сөзіне назар аударсақ, суперпрезиденттік жүйеден президенттік жүйеге көшеміз деп мәлімдеді. Бірақ шын мәнісінде бұл жай құрғақ сөз ғана. Тоқаев өзінің президент ретінде құзыретін шектейтін бірде бір нақты ұсыныс айтқан жоқ. Ол айтқан саяси партияның төрағасы болмау керек деген талабы президенттің бұл шын мәнісінде оның құзыретін ешқандай жолмен де шектемейді. Қазақстан Республикасының президенті туралы деген конституциялық заң бар. Сол жерде бүкіл президенттің құзыреті көрсетілген. Кешегі жолдауда ол құзыреттің бірде бірінен Тоқаев өзінің бас тартатынын айтқан жоқ. Осыдан ақ біздегі авторитарлық саяси жүйе сақталып қалады деген сөз. Сол себепті мынау облыс атын жаңа облыстар құрамыз, облыстың аттарын өзгертеміз деген секілді мынау көңілді басқа арнаға бұратын саяси технологиялық трюктерден абай болғаны жөн. Өкінішке қарай әлеуметтік желіде көп азаматтар осы мәселені талқылап кетті. Біздің ең басты талқылайтын нәрсеміз бұл президенттік билікті, шексіз президенттің билігін қалай шектейміз, сол арқылы парламентті қалай күшейтеміз, сол арқылы сот билігіне қалай тәуелсіздік береміз. Осындай фундаменталды сұрақтарды талқыламай біз өкінішке қарай жаңа Қазақстанды құра алмаймыз. Енді конституциялық сотты қайта қалпына келтіру деген идея, құптарлық идея, оны барлық азаматтардың көпшілігі қолдап жатыр, сарапшылар қауымы да оны қолдайды. Менің жеке өз басымда ол бастаманы құптаймын, қолдаймын. Осыдан 4 күн бұрын дүйсенбіде 14 наурызда біз 50 шақты сарапшының атынан Димаш Әлжанов деген саясаттанушы екеуміз осы ұсыныстарды жариялағанбыз. Сол ұсыныстардың бірі ретінде осы конституциялық сотты қайта қалпына келтіру, ең басы ол соттың тәуелсіз болуын қамтамасыз ету. Енді кеше жолдауда қайта құрамыз деді, бірақ осы конституциялық сот қалай құрылады? Оны кім жасақтайды? Мүшелері кімдер болады? Төрағасын сол жоғары сот секілді Тоқаевтың өзі тағайындайтын болса, онда қазіргі біздегі бар сот жүйесінің өзгеруін күтудің қажеті жоқ. Ол сот шын мәнісінде ең жоғарғы сот және азаматтардың құқықтарын, конституциялық құқықтарын сақтауын қамтамасыз ететін басты сот жүйесіндегі орган болуы керек. Ол өзіңіз айтқандай тәуелсіз болмай, бізде өкінішке қарай ол соттың бар жоғынан келіп кетер пайда да болмайды. Сол себепті қазір күтуіміз керек. Идея тамаша деп қолпаштап президенттің жолдауына қолдау деп біз осы сұрақтың маңызды бөлігін шет қалдырмауымыз керек. Енді бізде конституциялық сот, мынау кезінде 95 жылға дейін болған сот секілді азаматтардың өздерінің конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін бір қандай да шешімді заңды президент, парламент және басқа да сот билігі қабылдап жататын болса, азаматтар ол құқықтарын шектейді деп ойласа, осындай өтініш бере алатындай органға айналуы тиіс. Және ең бастысы бұл ешбір биліктің тармағынан тәуелсіз шешім қабылдайтын сот билігін, төрелігін айтатын орган болу керек. Өкінішке қарай бұл парламентті күшейтетін реформа емес. Бұл мынау қазір былай ойлап отыру мүмкін, осы шешімді ұсынушы, осы өзгерісті дайындаған азаматтар, саяси режимнің айналасындағылар. Егер біз жаңағы қоғамның мынау ашу ызасын басу үшін, протесттік көңіл-күйді басу үшін елдің алдында жүрген абыройлы әлеуметтік желіде сөздері өтімді азаматтарды мажоритарлық жүйемен мынау парламентке өтуге мүмкіндік берсек, олар азын-аулақ мүшесі болады парламенттің, және олардың өздерінің арасында келіспеушіліктер болуы мүмкін. Ал енді біз 70%-ға жуық басымдық өзімізде болатын болса, партиялар арқылы кез келген заңды біз өзіміз қабылдай аламыз. 70% деген ол парламентте Қазақстанның заң шығару органындағы регламенттерге сүйенсек, кез келген заңды қабылдауға жеткілікті көрсеткіш. Сол себепті бұл қазіргі өзгеріс, Тоқаевтың ұсынған өзгерісі парламентте
айтарлық өзгеріс әкелмейді. Биліктің мынау саяси режимнің билігіне қауіп төндірмейді. Содан бөлек тағы да бір риск бар. Енді бұл мажоритарлық жүйемен сайланғаннан кейін ол азаматтар көбінесе жеке тұлға ретінде, жеке саясаткер ретінде, депутат ретінде шешім қабылдайды, әрекет етеді. Сол азаматтармен президент әкімшілігінің немесе жаңағы монополист партияның келіссөзге баруы, оларды өз ығына жығуға тырысуы, олармен қандай бір мәмілеге келуі оңайырақ болады. Өйткені бір фракция ретінде, бір платформаның өкілдері ретінде саясатпен айналыспағаннан кейін ол азаматтарға үлкен алып күшке қарсы тұру оңай болмайды. Олармен келісімге келу билік үшін тиімді болуы да мүмкін. Сол себепті біз жаңа айтып өткенімдей Димаш Алжанов екеуміз 50 шақты сарапшының атынан ұсынған кезде біз пропорционалдық жүйені сақтау керек деген ұсындық. Әрине қазір бұл әлсіз мүлдем сайланбалы емес парламент тұрған кезде бір партияларға мүмкіндік беріп қою сияқты көрінуі мүмкін. Шын мәнісінде бұл ұзақ мерзімді ойлайтын болсақ, Қазақстанның саяси жүйесін демократияландырып қана қоймай, тұрақты жұмыс істеуге қабілетті саяси жүйе қалыптастыруға мүмкіндік береді. Саяси аренада бір емес бірнеше бәсекеге қабілетті саяси партия болған кезде ғана бізде сол әр партияның платформасынан ең мықты деген, жұртқа тартымды деген, пайдалы деген идеялар туатын болады. Және бұл пропорционалды жүйе арқылы ескеретін жағдай, біз мысалы қазір саяси партиялар депутаттың мандатын өз қалауы бойынша алып қоя алады. Егер олардың айтқанына көнбейтін тәуелсіз депутаттар шықса, партия жаңағы мүшеліктен шығарып жібереді де, оның мандатын алып қойылатындай мүмкіндігі бар. Біз айтып отырған ұсыныста бұл осындай ерекшеліктердің бәрі ескерілген, яғни бұл тек қана сайлау жүйесін ғана өзгерту емес, саяси партия туралы заңға өзгеріс енгізу. Одан бөлек пропорционалды жүйеде бұл тек қана саяси партиялардың мүшелері ғана депутат болады деген сөз емес. Тәуелсіз кандидаттар бір арнайы тізіммен түрлі округтерден сайлана алады. Және біздің ұсыныс бойынша бір ғана парламент керек, Қазақстанға бір ғана палаталы парламент керек, яғни мәжіліс қана. Ол жерде бірақ мәжіліс мүшелерінің санын 265-ке дейін өсіруді ұсынып отырмыз. Неге? Өйткені мынау саясаттануда көптен бері қолданып келе жатқан арнайы формулалар бар, неше түрлі халықтың санына қарай сайлау округтерін бөлу арқылы барынша мейлінше көптеген әлеуметтік топтардың өкілдері мынау өкілетті органда, парламентте, заң шығарушы органда отыру керек. Енді халықаралық практикаға сүйенсек, мысалы 20 миллионға жуық халқы бар мемлекетке 250-260-тың төңірегінде депутат керек. Осында депутаттар бізде отырған кезде әрбір әлеуметтік топтың өкілі азаматтардың мүддесін қорғауға тырысатын болады. Қазақта айтады ғой, келісіп пішкен тон келте болмас деп. Сол кезде бізде мынау кеше ғана Тоқаев айтқан құрылтай құру, ұлттық сенім кеңесі секілді ешбір қажеті жоқ органдарды бізге құрудың қажеті жоқ. Бізде жаңағыдай 260-ға жуық депутаты бар, бәсекеге қабілетті саясаткерлерден тұратын әділ және ашық сайлау арқылы сайланған депутаттар болатын болса, онда бізге мынау президенттің билігін шектейтін қуатты парламент пайда болады. Сол себепті біз осындай ұсыныстарды ұсындық. Бірінші енді кішігірім үміт сыйлаған жолдауда айтылған ұсыныстарға тоқталсақ, бірінші бұл әрине конституциялық сотты қайта құру деген идея, бұл құптарлық идея. Жеке өз басында сарапшылар қауымында қолдайды. Ең бастысы бұл жоғарғы сот секілді президентке тәуелді институт болып қалмау керек. Ең бастысы бұл бүкіл биліктің үш тармағынан тәуелсіз болатын орынға айналу керек. Одан кейін президенттің айтқаны бұл жергілікті өзін өзі басқару мәселесіне көңіл бөлгені қуантады әрине. Мынау мәслихаттардың әкімдерден тәуелсіз болу керек деген идея бұрыннан айтылып жүр. Енді сол
мынау материалдық базасы тәуелсіз болу үшін, қаржылай тәуелсіз болу үшін республикалық бюджеттен қаржыландыру деген ұсынысты айтты. Бұл да құптарлық жағдай. Бірақ айтылмаған нәрсе өкінішке қарай кеше мынау мәслихатқа қатысты. Мәслихаттың хатшысын мәслихат төрағасы деп па, жаңа атауын өзгертеміз деді. Бірақ бұл жерде маңызды нәрсе, мәслихат депутаттарын мемлекеттік саяси қызметкер ретінде категорияға оларды енгізу керек еді. Қазір бізде барлығы волонтер секілді қызмет атқарады, яғни бұл қоғамдық жұмыс, мәслихат депутаты болу деген. Шын мәнісінде біз тәуелсіз, тиімді, жергілікті мемлекеттік және өзіміз басқаруды қаласақ, мәслихат депутаттарын бұл кәдімгі мемлекеттік саяси қызметкер ретінде қарауымыз керек, сайланбалы органда жұмыс істейтін адам ретінде. Қазір кімдер отыр мәслихатта? Мәслихатта көбінесе мемлекетпен тығыз байланысты бизнесі бар адамдар отыр, тендерлерге тәуелді бизнесмендер отыр. Оларға мәслихат депутаты болу деген әкіммен жақсы қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік деген сөз. Осындай мандатты олар солай қарастырады, солай бағалайды. Бізде ондай адамдар отырған кезде олар жеке қарымдарынан басқа мәселені ойлай алмайды. Сол себепті бізге тәуелсіз мәслихат керек. Енді барлық саланы қамтуға тырысты, бірақ шала-шарпы, жеңіл-желпі әйтеуір сылап сипап қою болды. Ал енді ең басты айтылмаған нәрсе бұл әрине қаңтар қырғыны, қаңтар оқиғасын тәуелсіз зерттеу алда болады және жалғасады деген тезисті естіген жоқпыз. Сол баяғы қаңтар оқиғасы басталған кездегі Тоқаевтың мәлімдемесін қайталау болды. Осы жолдауға дейінгі болған мәжілістің отырысында да көрдік. Лаңкестердің әрекеті деген тезистен, нарративтен бас тартпаған әлі күнге дейін. Өкінішке қарай көзіміздің жеткен бір нәрсе, президент болып Тоқаев отырған кезде, қазіргі мәжіліс депутаттары отырған кезде біз қаңтар қырғынының шындығын аша алмаймыз. Екінші нәрсе, мынау Тоқаев кешегі мәлімдемелерінде ең басты нәрсенің бірі осы сайлау жүйесіне қатысты, парламентке қатысты айтқан кезде орталық сайлау комиссиясын реформалау деген дүниені айтқан жоқ. Аймақтық территориялық сайлау комиссияларына бір тұрақты жұмыс ретінде жұмыс істейтін адамдар керек деген секілді идеяны айтты, бірақ орталық сайлау комиссиясы туралы бірде бір сөз айтқан жоқ. Бәріміз жақсы білеміз, жақында ғана Назарбаев әулетінің құдасы Берік Имашевтың орнына Тоқаев өзінің өзі қолдайтын адамды тағайындады. Осындай адам отырған кезде президент сайлау комиссиясының төрағасы мен екі орынбасарын тағайындалатын кезде бізде өкінішке әділ және ашық сайлау өтетініне үлкен күмән болады, және ол күмәнді сейілту мүмкін болмайды. Және үшінші нәрсе, бұл сот билігін атқарушы және заң шығарушы органнан тәуелсіз биліктің тармағы ретінде қалыптастыру өкінішке қарай сөз болған жоқ. Сот билігіне қатысты тек қана жоғарғы соттан да жоғары тұратын конституциялық сотты қалпына келтіру туралы ғана айтылды да, бірақ жалпы сот билігінің тәуелсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығы жайлы сөз болған жоқ. Осы дүниелер және мынау тағы да қаңтар оқиғасы көрсеткендей, бізде өкінішке қарай құқық қорғау қызметкерлері бұл азаматтардың құқығын қорғау үшін емес, өкінішке қарай азаматтарды қорқыту үшін, үркіту үшін, тіпті кейбір жағдайларда азаптау үшін жұмыс істейтін орган секілді әсер қалдырды. Яғни мынау құқық қорғау органдарының ішкі істер министрлігін толықтай реформаламай, қайта құрмай, бізде азаматтардың өздерін қауіпсіз сезінетіндей мемлекет құра алмаймыз. Және сөз бостандығы туралы сөз қозғауға тырысты, бірақ сөз бостандығын Қазақстанда бұл тікелей қаржыландыру мәселесімен, тек қана цензурамен ғана емес, қаржы мәселесімен де тәуелді екені сөз болған жоқ. Мемлекеттік тапсырыстарды мынау саяси режимнің пропагандасымен айналысу үшін емес, бәсекеге қабілетті медиаға мынау ашық конкурстар арқылы қаржыландыру секілді мәселе қозғалған жоқ. Сөз бостандығын кеңейту, мынау баспасөз еркіндігіне мүмкіндік беру секілді мәселе айтылған жоқ. Тек баспасөз туралы айтылған кезде керісінше Тоқаев осы
біздің журналистер мемлекетшіл болу керек, сол үшін оларды тәрбиелеу керек деген секілді бір мағынадағы әңгімені айтты. Менің ойымша осы мәселелер айтылмай қалды және айтылуы керек еді. Бізге ең алдымен референдум болсын, сайлау болсын өткізу үшін алдымен орталық сайлау комиссиясынан бастап аймақтық комиссияға дейін барлығын қайта құру керек. Одан кейін барып референдум сайлауды өткізуге болады. Және бұл жердегі басты мәселе біздің азаматтар енді мынау біздің әке шешелеріміз, ата әжелеріміз, олар коммунистік режимде өмір сүргеннен кейін олар үшін былай айтқанда мықты бір лидердің тұлғаның болғаны керек. Олар үшін бір психологиялық тұрғыдан да бір қауіпсіздік сезінетіндей жағдай болуы мүмкін. Және президенттің билігі шектелетін болса, президенттік режимнен төнетін қауіп жоқ, оны ашығын айту керек. Және азаматтардың көбісі парламенттік және президенттік жүйенің айырмашылығын өкінішке қарай барлығы бірдей ажырата білмеуі мүмкін. Сол себепті бұндай бір жүйелерді салыстыратындай референдум болатын болса, біздің азаматтар енді бұл интуицияға жалпы сүйеніп барып жауап беруі мүмкін. Сол себепті референдум өткізудің түрлі тәсілдері бар. Мысалы, референдумды бір сұрақ шығара салып қана қоймай, мысалы 1-2 айдың көлемінде бүкіл мемлекеттің масштабында ұлттық деңгейде мемлекеттік арналар арқылы, мемлекеттік газет журнал арқылы, әлеуметтік желіде жалпы екі жүйені салыстырып азаматтарға түсіндіруге болады артықшылықтарын, кемшіліктерін. Одан кейін барып жаңағы азаматтардың ақпараттық сауаттылығы артқаннан кейін екі жүйені салыстыра алатындай деңгейге азаматтардың көбісі жеткеннен кейін барып сұрақты қоюға болады. Енді осы екі жүйені қайсысын таңдаймыз деген секілді. Бірақ қазіргі Қазақстан жағдайында менің ойымша президенттік парламенттік жүйе сақталу керек. Енді ең бастысы биліктің үш тармағының арасында тепе-теңдік, тежемелік принципі жұмыс істеу керек. Біреуі басып кетпеу керек. Таразының басын біреу басып кететін болса, өкінішке қарай сол біз қайтадан осындай 30 жылдың ішінде бізді осындай трагедияға алып келген, осындай қаншама адамдардың кедей жағдайда өмір сүруіне, Қазақстанның болашағына күмәнмен қарауына, үмітсіз күй кешуіне себеп болған саяси жүйеге қайта ораламыз. Біз бұл жүйені көрдік, бізге ұнамайтын әлде қашан түсіндік. Мұндай өзгеріс қаламайтын қаңтар оқиғасы кезінде қаншама мыңдаған қазақстандықтар жер-жерде оны айтты. Сол себепті бізге қазір нақты бір саяси шешім арқылы алға жылжу керек. Одан басқа жол жоқ. Бұның биліктің енді қыркүйекке жоспарлаған жолдауын наурыз айына 6 айға, жарты жылға ертерек жариялауы, бұл әрине бірінші кезекте қаңтар оқиғасымен байланысты. Қаңтар оқиғасы болмағанда біз әлі күнге дейін бір емес екі президентке мақтау айтатын депутаттарды, үкімет мүшелерін көретін едік. Қазір қаңтар оқиғасынан кейін олар қазір бір ғана президентке жағымпазданатын болды. Осыдан біз саяси режимде күш балансының өзгерісі болып жатқан, соңғы Назарбаев әулетіне қатысты тұлғалардың қамауға алғанынан қарап, шын мәнісінде бізде күш балансы өзгеріп жатқанын көріп отырмыз. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп әрине қаңтарда ескертусіз оқ атуға бұйрық бергеннен кейін, осындай қырғыннан кейін Тоқаевтың рейтингі төмендемесе өсіп кеткен жоқ. Және 2024 жылға дейін Тоқаевтың рейтингінен бөлек азаматтардың әл-ауқаты бұдан да нашарлауы мүмкін. Экономикалық санкциялар бар, біздің ең басты экономикалық партнеріміз Ресейге салынып жатқан. Одан бөлек 30 жылда экономика және одан кейін саясат келіп алып, саясатты да экономиканы да қатырған жоқпыз. Және азаматтардың пандемия кезінде кедейшілікке ұшыраған азаматтар көп болды. Және алдағы уақытта біз Тоқаев басқарып отырған президент әкімшілігінің, үкіметтің бір Қазақстан тығырықтан алып шығаратын антикризистік жоспарын көріп отырған жоқпыз. Осындай жағдайда әрине билікті қолдау төмендей беретін болады. Мүмкін алдағы уақытта біз мезгілінен тыс президент сайлауын көріп қалатын шығармыз. Ол сценарийді жоққа шығаруға болмайды. Сол себепті осы екі себептің
әсерінен жолдауда осындай бір саяси реформалар деген тақырыпты бір қозғауға тырысқандай болды.